таныстыра берейін ба, Надя? Иә, иә. Рахмет. Так, рахмет, Сайран Дәуренович, өте жақсы бір сондай мұғалімдерді, оқушыларды дайындау бағытында олимпиадалық өзінің тәжірибесімен жақсы бөлісті деп ойлаймыз. Мұғалімдер үшін пайдалы болды деп ойлаймыз. Келесі кезекте бізде әріптесіміз Қуысова Аққу Ерсайыновна, Батыс Қазақстан облысы номері 7-ші жалпы білім беретін мектептің география пәні мұғалімі. Бізбен мынадай тақырыпта тәжірибе бөліседі. Spaces бағдарламасы арқылы 7-ші сынып оқушыларының визуализациялық дағдыларын жетілдіру. Аққу Ерсайыновна, сіз осындайсыз ба? Аға, сәлеметсіздер ме, әріптестер? Демонстрация жасайын да. Саламатсыздар ма, әріптестер? Менің аты-жөнім Туысова Аққу Ерсайынқызы. Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласының нөмірі 5-ші жалпы орта білім беретін мектебінің география пән мұғалімі, педагог сарапшы мұғалімі. Бүгінгі менің тақырыбым жалпы CoSpace бағдарламасының география пәнінде 7-ші сынып оқушыларының визуализациялық дағдыларын қалыптастыру. Жалпы тақырыбым осы. Енді география пәнінде оқытудағы негізгі мақсат осы платформамен оқушыларды болашақта қажетті дағдылармен қамтамасыз ету, оқушылардың оқу үдерісіне деген қызығушылығын арттыру, олардың өз әлеуетін толыққанды ашуына жағдай жасау және цифрлы қоғамға лайықты тұлға қалыптастыру негізгі мақсаттардың бірі болып табылады. Күтілетін нәтиже шығармашылық қабілеттің дамуы, цифрлық сауаттылықтың артуы, кеңістіктік ойлау қабілетінің жетілуі, заманауи технологияларға бейімделу және маңыздысы болашақ мамандықтарға дайындау. География пәнінде CoSpaces платформасын пайдаланудың ұтымды тұстары: географиялық объектілерді, мысалы жер бедері, өзендер, тау жоталарын 3D форматта көрсетуге болады. Оқушылар өздері әлемнің кез келген аймағының виртуалды моделін жасап зерттей алады. Карталарды модельдеу немесе климаттық зоналарды визуализациялау арқылы практикалық дағдыларын жетілдіреді. Жасанды аралдардың виртуалды моделін жасау, табиғи апаттардың, мысалға жер сілкінісі, жанартау атқылауы симуляциясын құрастыру, виртуалды экскурсия жасау арқылы әртүрлі климаттық белдеулер мен географиялық аймақтарды зерттейді. География сабағын жаңа деңгейге көтеріп, оқушыларға тақырыпты тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Мұндай әдіс сабақтың сапасын арттырып, оқытудың тиімділігін жақсартады. Жалпы педагогикалық мәселелердің шешудегі рөлі осы платформаның күрделі географиялық ұғымдарды визуализациялау, яғни мұғалімдер 3 өлшемді модельдерді қолданып, табиғи және әлеуметтік құбылыстарды нақты визуализация жасай алады. Оқушылардың өздері рельефтерді, экологиялық аймақтарды немесе географиялық үдерістерді модельдеу арқылы оларды терең түсінеді. Оқушылардың мотивациясын арттыру, географиялық аймақтарды виртуалды саяхат арқылы зерттеу мүмкіндігі оқушыларды ынталандырып, сабақты ойын арқылы оқыту элементтеріне жақындатады. Жобалық және шығармашылықты дамыту, мысалы белгілі бір аймақтың климаттық белдеулерін зерттей отырып, оқушылар сол аймақтың табиғи моделін құрастыра алады. Одан кейін кеңістік және логикалық ойлауды дамыту, оқушылар карта немесе жергілікті ландшафттарды нақты уақыт режимінде құрастыра отырып, кеңістіктік заңдылықтарын түсінеді. Келесі, оқушының дамуына әсері: кеңістіктік қабілеттерінің артуы, яғни география пәнінде кеңістіктік ойлау қабілеті өте маңызды. CoSpaces платформасы арқылы осы география пәнінде оқушылар карталарды, рельефтерді, жаңа айтқан және географиялық объектілерді үйлестіруге үйренеді. VR технологиясы арқылы оқушылар табиғи құбылыстарды, мысалы таулар, өзендер, климат аймақтары 3 өлшемді түрде бақылай алады. Бұл олардың түсінігін тереңдетеді. Танымдық белсенділігі дамиды, яғни виртуалды саяхаттар арқылы оқушылар әлемнің әртүрлі аймақтарын
былайша айтканда барып көре алат виртуалдуу түрдө. Бул олардын таанымдык белсендилигин арттырат, коммуникациялык дағдылар калыпташтырады. Яғни бұл олардың топта тиімді жұмыс істеуіне дағдыландырады, шығармашылық қабілеттері туындайды. Бұл оқушылардың креативті ойлауын дамытады және олардың білімін практика түрінде қолдануға үйретеді. Технологиялық сауаттылық артады, яғни осы платформа арқылы оқушылар заманауи технологиялармен жұмыс істеп үйренеді. Бұл олардың цифрлық сауаттылығын одан әрі дамытады. Бұл бүгінгі ақпараттық қоғамда өте маңызды. Енді алдарыңызда оқушылармен осы география пәнінде GoSpaces бағдарламасының 7-ші сыныпта өтілген практика жүзінде көрейік. Өлкемізде өсетін өсімдіктердің қайсысы адамға тұрмыстық немесе медициналық тұрғыда пайдалы? Мысал, ақбалдан ішек бауыр емдеуге пайдалы. Ит марал иммунитетті күшейтеді және С әлеуметіне өте бай. Камыс тұрмыста шатыр жабуға және себет тоқуға қолданылады. Пенде жануарлар мен өсімдіктердің негізгі ерекшеліктері қандай? Қазақстанның жануарлар мен өсімдіктері ерекшеліктері табиғи климаттық жағдайларына, жер бедеріне байланысты. Өсімдіктер ерекшеліктері шөлді сексеуіл, жусан, қоңыржай, қайың, қарағай, ағаш. Жануар ерекшелігі шөлді түйе, жылан, қарақұйрық, таулы, ақар, барыс, тау ескісі, сулы аймақ, аққу, үйрек, балық, көшпелі, қаз, тырна кездеседі. Өлкеміздің флорасы мен фаунасын басқа өңір табиғатымен салыстырыңыз. Дала зонасы мен антарктида табиғаты арасында үлкен айырмашылығы бар. Дала аймақтары өсімдіктер мен жануарларға бай. Түрлі климаттық жағдайларында тіршілік иелерімен сипатталады, ал антарктидада тіршілік шектеледі. Мұнда тек суыққа төзімді жануарлар мен өсімдіктер ғана өмір сүреді. Ал әр аймақтарда флора мен фауна сол жердің қатал табиғаты шарттарына бейімделген.
виртуалды проектер арқылы география жүргіземіз. Оның сізге пайдасы туралы айтатын болсақ, біз география пәнін басқа жағынан танып, және де басқа солай айта аламыз. Және де біздер осы проекттер арқылы өзіміздің жобаларымызды дайындаймыз. Табиғи құбылыстарды біз өз көзімізбен көрмесек те, бірақ осы платформа арқылы өзімізді сол табиғи құбылыстың қасында, дәл қасында жүргенді сезіне аламыз. Мысалы, жанартаудың атқылауы. Жанартау атқылауы Ой, жалпы Жалғастырайық. Осы біз ол жобаға дейін біздер әлемді есептеп болсақ, ал қазір өз көзімізбен көргендей бола аламыз. мхм. Қазір осы Cospace бағдарламасына тікелей өтіп көрейік. Cospace бағдарламасы, яғни мұғалімдерге арналған, оқушыларға да ішіне кіріп жұмыс жасауға болады. Таныса кететін болсақ, бұл виртуалды әлем. Бұнда тек қана сабақта тапсырма орындап қана қоймай, сонымен қатар әртүрлі пәнге де, география болсын, физика, химия болсын, барлық пәннен де проекттер, яғни научный проект дайындауға өте керемет. География пәніне соның ішінде. Мысалға, әрбір тақырып бойынша мен осындай жұмыстар жүргізген болатын. Мысалға, аралдар тобы, 7-ші сыныпта мұхиттар, материктер бойынша тақырып өткенімізде осы аралдар тобын таныстыру арқылы, яғни архипелагтарды таныстыру кезінде осы 3 өлшемді куб арқылы таныстырған болатынмын аралдар тобын. Так, запустить. Арнайы 3D кубқа біз осының ішіндегі барлық элементтің барлығын, бұл дайын күйінде емес, барлығын өзіміз құрастырамыз. Бұл объекттердің ішіндегі сарқырама барлығы, ішіндегі жануар, қайық, мысалы аралдар тобына жинақталған. Осы элементтің барлығын біз өзіміз сұрақтар енгізе отырып, оқушыларды қызығушылығын арттыра аламыз. Келесі. Келесісін ашайын қазір. Келесі 7-ші сыныпта білеміз, мұхиттар географиясын өтеміз ғой, мұхиттар тақырыбында. Сонда осындай мұхиттардың жалпы виртуалды әлеміне ене отырып, осындай тапсырмалар жасаған болатынбыз. Мұхиттар әлемі. Үстін басқан кезде, менде тапсырма бар деген кезде, тапсырмалар шығып отырады осында. Бірінші тапсырмада мұхит бөліктері қандай, яғни тақырыпқа сай. Шығанақ дегеніміз не? Әртүрлі тапсырмаларды қалауымызша өзгертіп, енгізіп отыруымызға болады. Және де басқа да мұхиттар әлемінің жануарларын да енгізуімізге болады. Өзіміздің фантазиямызға байланысты. Келесі. Жанартаудың атқылауы, тау жыныстары, таудың пайда болуы тақырыбы кезінде осындай проект 9-ші сынып оқушылар жасап берген болатын. Жанартаудың атқылауы. Осындай сұрақтар енгіземіз ішіне. Жанартау атқылауының себебі қандай? Әртүрлі сұрақтар құрастыруға болады, ситуациялық сұрақтарға байланысты. Яғни осы виртуалды әлем арқылы жылжытып, барлық осы нысанның ішінде жүргендей сезімде болады оқушылар арнайы VR арқылы. Келесі. Мысалдар жеткілікті сияқты. Қазір. Жалпы қорытындылай келе, география сабақтарында Cospaces платформасын қолдану бұл білім беру процесіне жаңашылдық енгізетін, оқушыларды болашақ технологиялармен таныстырып, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік беретін маңызды құрал. Ол оқыту әдістемесін жетілдіріп, білім беру саласын тың серпін береді. Нәтижесінде оқушылар заманауи технологияларды игеріп, өз әлеуетін толық жүзеге асыратын шығармашыл және жаңашыл тұлға ретінде қалыптасады.
Рахмет, Аққой Ерсайынқызы. Сіздің бүгінгі тәжірибеңіз біздің географ әріптестер үшін пайдалы болды деп ойлаймыз. Рахмет. Надия Кадыровна. Мгм. Рахмет Аква Ирсаиновна, конечно, мультимедийные технологии сейчас в условиях работы с детьми поколения альфа, да, которые клиповое мышление имеют, очень актуальны. Спасибо за ваш опыт. Я думаю, что коллег он тоже заинтересовал, и кто-то уже записал себе, я точно записала уже в копилочку, обязательно постараюсь порекомендовать своим учителям географии на курсах обязательно. Рахмет.